Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай ерекше болып шығатын булочка торт, яғни булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, тәтті және ерекше болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай начинкамен, начинкасыз осындай әдемі булочкаларды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бар болғаны жылы су, жылы сүт, қант, бір жұмыртқа керек. Осыларды жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қопсытқыш және тұзды салып бір араластырамыз. Ашытқыны саламыз. Жақсылап бәрі біріккенше араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызды бөліп осылай салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұны ашытуға жібереміз. Қамырымыз әдемі болып ашығаннан кейін бірден пайдалана береміз. Керек бөліктерге бөліп формасына келтіреміз. Формасына келтіргеннен кейін жұқалау етіп жайып, біреуін начинка саламыз, біреуіне салмаймыз. Солай кезек-кезек жасап шығатын боламыз. Бұның жасалуы өте оңай. Осылай орап, алдыңғы бөлігін кесіп жібересіз. Және домалақты орағанда әдемі формаға енетін болады. Осылай барлығын пергаментімізге салып шығамыз. Пергаментке салғаннан кейін бетін жауып, шамал көтерілгенше ұстайтын боламыз. Өзінің формасынан сәл үлкейетін болады. Үлкейгеннен кейін жұмыртқаның сары уысын жағамыз және қызып тұрған пешке саламыз. Міндетті түрде қызып тұруы керек. Және қызарып, әдемі болғанша осылай пісіріп аламыз. Және екінші бөлігін осылай біркелке қоспай-ақ жеке-жеке булочка қылып пісіруге болады. Осындай бұл да жұмсақ болады. Бұның арасына творог, вареный сгущенка сала беруге болады. Міне сіздердің алдарыңызда осындай әдемі булочкалар. Сіздер де дайындап көріңіздер. Лайк